Ассаламу алейкум. Бұл видеода сіздер квилтинг, лоскутное шитьеға арналған лапкамен жұмыс істеуді және оған обзорды үйренетін боласыз. Бұл бізде дәл осындай екі лапка. Вроде бы стандартный лапкадан особо керемет айырмашылығы жоқ, тек қана белгіленген белгілері болады. Бұл не үшін екенін қазір түсіндіретін боламын. Видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаймыз. Сонымен, мынау бізде стандартты лапкамыз. Стандартты лапкаларда иненің кіретін жері төрт бұрышты болып келеді. Ал біз обзор жасайтын екі лапкада, біреусі квилтинг, біреусі лоскутное шитьеға арналған. Бұл жерде бізде иненің тесігі дөңгелек болып келеді. Бұл не үшін? Біздің машинкамыз тіккен кезде лапка бетінде тұрады, және де бұл біздің матамызды тігу барысында тығыз ұстап тұру үшін арналған. Яғни мата алдыға қарай жүреді, лапкамыз біздің ұстап тұрады, транспортер матаны алдыға қарай жылжытып отырады. Біздегі бұл дөңгелек тесіктердің ең басты арналған дүниесі осы үшін. Яғни матамызды машинкаға тығыз ұстап тұру үшін, және де осы дөңгелек тесігіміз түзу, тегісті жасап шығуы үшін. Ал біздің мына жердегі насечкаларымыз бұл лоскутное шитье, яғни біздің тілде ол құрақ. Құраққа арналған припусктарды дұрыс есептей алу үшін. Яғни каждый припускты сызып отырып, оны бөлек істемеу үшін, немесе лапканың бойына ориентир ұстамау үшін мінекей өлшейтін боламыз. Бізде мына бір лапканың бойындағысы 5 мм, яғни ешқандай қиындықсыз 5 мм-лік припуск беруге болады, және де каждыйында мына 2 мм-лік қашықтық бар. Екінші лапкада қараңыз. Бұл жерде мына бір насечкаларымыз бар. Бұл квилтинг деп аталады. Біздің құрақтан сәл ерекшелігі бар. Төрт бұрышты етіп, хлопок матасынан тігеді. Осы жерде бұрылған бұрылыстарымыз, яғни 90 градусты дұрыс ұстау үшін тесігіміз түсінікті, матаны тығыз ұстап тұру үшін. Одан кейін мына жақта 6 сантиметрлік 7, мына жақта 2-3 мм-лік қашықтықтар бар. Осы қашықтықтың көмегімен ешқандай қиындықсыз, линейканың көмегінсіз бізге припусктарды беріп отыруға болады. Міне өлшейтін болсақ, мына жеріміз бізде мына қашықтық 7 мм, ал мына қашықтық болса 5 мм. Дәл солай мына жақта 2 мм, ал мына жақта міне 1 сантиметрлік қашықтық бар. Және каждый насечканың орнында 2-3 мм-лік. Және мысалға тігіс жүргізіп келе жатады да 90 градусқа бұрылатын кезде дәл осы насечкаларымыз бізге жақсы көмектесетін болады. Плюс еще мына лапканы бізге отстрочка жасауға жақсы көмектесетін еді. Дәл қазір мен сізге жұмыс істеу принципін көрсететін боламын. Сол кезде сізге түсініктірек болады. Мінекей лапкамды орнаттым. Біздің лоскут матамыз. Енді қараңыз, бұл жерде бір жаңағы өлшегенімізде, егер де сізге 7 мм керек болса, мына қашықтықты аласыз. Егер 1 см керетін болса, мына қашықтықты аласыз. Например, мен қазір 7 см-лік қашықтықта өзімнің құрақтарымды бір-біріне жалғағым келеді. Бисмилла. То есть ориентирді мен лапканың осы бойына беріп отырам. Сол кезде менің тігісім түзу болып шығады. Қараңыз, қандай түп-түзу тігіс болып шықты осының көмегімен. Енді дәл қазір мен сізге осы жерде 90 градусқа бұрылған кезде қалай істеуге болатынын көрсетемін. Мінекей мен жаңағы матамды аштым. Менде бұл құрақ, квилтинг деп елестете беріңіз. Мен астары бетіне қараттым. Плюс еще қазір осы жерден отстрочканы қалай осы лапканың көмегімен жасауға болатынын көрсетемін. Енді біз ориентирді лапканың мына жақ бөлігіне ұстайтын боламыз. Қараңыз, бұл жерде де идеальны түп-түзу тігіс. Түзу тігістің тағы бір құпиясы лапка для квилтинга. Смотрите, мінекей. 90 градусқа бұрылған кезде қалай істеуге болатынын көрсетемін. Енді дәл қазір мен сізге жұмыс істеу принципін көрсететін боламын. Сол кезде сізге түсініктірек болады.
тігісімізді жүргіздік. Енді осы жерде 90 градусты қалай істейміз? Например, мына припускта артқа қарай жылжыту керек деп айтайық. Тігісімді жүргіздім. Мінекей қараңыз, енді мен бұрылдым. Бұрылған кезде ориентирді мына жақ шетіндегі нелерімізге, насечкаларымызға қараймыз. Туп-тура 90 градус жасау үшін мына бір тігісім мен мына бір насечкам бір-біріне тура келу керек. Мінекей, біздің мына бұрышымыз туп-тура түп-түзу, ешқандай линейкасыз, ештеңенің көмегінсіз әп-әдемі болып шықты. Енді біздің екінші лапкамыз біздің дәл сондай, осындай домалағымен және екі насечкасымен. Мінекей, лапкамды орнаттым. Енді отстрочка жасауды айтамын. Отстрочка деген бізде декоративный шов. То есть жеңдерде, балақтарда, басқа жерлерде де болады. Ол тігіс болады основной. Соның жанында 02, 03, 01 осылай тігіс жүргізеді. Соны біз отстрочка деп атаймыз. Сонымен отстрочка жасау үшін осы лапканы көмегі. Смотрите, міне біздің тігісіміз, міне біздің насечкаларымыз. Егер де сіз 03 жасағыңыз келсе, онда насечканы біз мына екінші бөлігіне қарай қоямыз. Сол кезде біздің тігісіміз былай қарай жылжитын болады. Егер де біз 02 жасайтын болсақ, онда мына бірінші насечкаға алып келеміз, сонымен тігіс жүргіземіз. Ориентирді біз дәл осы лапканың бойына қоямыз, сол кезде біздің тігісіміз түзу болып шығады. Мінекей, біздің отстрочкамыз дайын болды. Қараңыз, мінекей, тура тігістің бойына 0,1-ға тігіс жүргізіп шықтық. Өте әдемі, және де бұл лапканың пайдалы екені сөзсіз. Егер де сіз құрақпен және квилтингпен айналысамын дейтін болсаңыз, онда сіз үшін прям таптырмас дүние. Тағы да айта кететін нәрсе, бұл екі лапка бізде осы наборымыздың ішінде, бұл набор бізде ойнатылып жатқан конкурста. Бұл наборды ұтып алу үшін сізге YouTube каналдағы видеоларды белсенді болу керек, және де Instagram мен YouTube каналдың подписчигі болу қажет.